Кайырлы күн. Мен бүгін сіздерге булочка жасап көрсөтпекчимин. Оған жұмыртқа, құрғақ аштық, тұз, қант, сұйық май, ұн қажет. Ол үшін ең алғашында сүт пен судың мөлшерін тең етіп, осылай жылығып, шарашамызға құйып дайындап аламыз. Тұзымызды саламыз. Құрғақ аштығымызды саламыз. Жарты стакан қантымызды саламыз. Енді барлығын бір мөлшерде араластыратын боламыз. Және құрғақ аштығымыз еру үшін осының барлығын да араластырамыз. Әр ішінде қант еру керек, тұз еру керек. Осылай араластырып аламыз. Енді жарты стакан сұйық майымызды қоямыз. Одан кейін, сұйық майдан кейін 2 жұмыртқамыз бар, соны саламыз. Мінекей. Жұмыртқамызды салып жатырмыз. Енді осы жұмыртқаларымызды қосқаннан кейін манағы електен өткізіп дайындап қойған ұнымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, өте қатты баспай, қатты араластырмай, осылай қолға жұқпайтын жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Мінекей, қамырымыз дайын, илеп қойдық. Енді осы қамырымызды 50 минут 1 сағат көлемінде көтерілтетін боламыз. Қамырымыз дайын. Қамырымыз көтерілді. Міне мен осылай қамырларымды кішкентай күлшелерге бөліп қойдым. Біреуін шағын, біреуін үлкенірек қып. Міне 12-12-ден 24. Енді сіздерге мына жерде мен қазір плюшке жасап көрсетпекшімін. Жаңағы күлшелерімізді, дөңгелектеп көтеріліп қойған күлшелерімізді ысамыз. Ысып аламыз, дөңгелек формаға келтіріп. Мінекей. Енді осыны сұйық майды, бетіне сұйық май жағамыз. Міне екінші күлшемізді осылай ысып дайындаймыз. Оған да сұйық май жағамыз. Екеуін қатар ысып алам. Екеуін қатар жасап көрсетіп жатырмын мен. Ысып алып, міне бетіне қант себеміз. Қантымызды сеу болғаннан кейін шетінен алып шиыршықтап орайтын боламыз. Шиыршықтап орап алдық. Енді осыны пышақпен тілеміз. Мінекей. Плюшкеміз дайын. Осылай барлығын жасап алдым. Менде 12 дана шықты. Енді осы дайын тапаға салып қойған плюшкелерімнің бетіне жұмыртқаның сарысын сүтке араластырып жағып шығамыз. Осылай кезек-кезек жаға береміз. Жаңағы жұмыртқаның сарысын жаққан кезде барлық жиегіне жеткізіп жағыңыздар. Сонда пісірген булочкаларыңыздың да түрі әдемі болады. Әрбір жеріне жақпай,
бәрін бірге кетіп жағуға тырысыңыздар. Жалпы солай жағып шығу керек. Жалпы балалардың сүйіп жейтін тағамы. Осыны сізде рецебін алып осы жерден жасап көріңіз. Бір жасағаннан шығады. Қамырын жұмсақ қылып елесеңіз болды. Бір жасағаннан шығатын булочкалар. Қонаққа да қоюға, балаларыңызға да жасап беруге өте ыңғайлы. Сондықтан жасап көріңіздер. Міне жұмыртқамызды жағып жатырмыз. Енді дайын тағамымызды пешке саламыз. Енді екінші түрін көрсетемін. Бұны гүл қылып жасадым. Осылай жаңағы көтеріліп қалған күлшелерімді 4 бөлікке бөлесіздер осылай. Сол бөліктерін гүлдің күлтелері тәрізді етіп қосасыздар. Мінекей гүл пайда болды. Енді осының ортасына мен мынау торттың шприцінің басын пайдаланып, осылай дөңгелектеп алып, қойылатылған сүттің осылай қоямыз. Енді барлығын дайындап жасап алдым. Бұлардың да жасап алғаннан кейін жаңағы жұмыртқаның сарысы және сүт қосылған. Осы сарысын жағып шығамын. Бұны да солай жан-жағына жеткізіп жағыңыздар. Мінекей жағып жатырмын. Енді дайын булочкамызды духовкаға салып пісіреміз. 180 градусқа 25 минутқа. Міне екеуі де дайын пісіп шықты. Булочкаларымыз дайын. Қонаққа да ұсынуға болады, күнделікті дастарханға да пісіруге болады. Ас болсын. Мінекей.